сәлеметсіздер ме? Менің атым Ақерке, жасым 25-те. Тұрмыста болғанмын, балам жоқ. Қазір ажырасқанмын. Солтүстік Қазақстан облысы Зеренді ауданының тумасымын. Ақерке, сөз кейбір көрерменнің енді есіне түспей жатқан болуы мүмкін. 6 маусымда осы жерде Нұржанға үміткер болып келген болатын. Біраз қарым-қатынас болып, осы жерде таныстықта болдыңыздар. Бірақ енді қол ұстасып осы жерден бірге кеттіңіздер маусымның соңында. Одан кейін біраз нәрсе өзгерген сияқты, оның барлығын өзіңіз айтып бересіз. Бірақ оған дейін Осы жерде таныстықта болдық. Жоба біткеннен кейін 2 жұмадай жүрдік. Бәрі жақсы болып, кішкене бір-бірімізді түсініп, одан кейін бір осы жерде де ұрсатын мәселелер болып еді ғой. Бір жағынан өзгермеймін деп айтты. Мені қалай бар солай қабылдасан, онда бірге боламыз деп. Сол жағынан және де екінші себеп ол қызқұмар. Осы жерде де айтып кеткен болатынмын. Және де жоба біткеннен кейін тағы да осындай сөйлесулер болды. Қыздарға жазулар. Алматыға келген болатын 2 жұмадан кейін. Сол кезде сөйлесіп жатқанда осындай мағлұматтар шықты. Басқа қыздармен сөйлеседі екенін. Сондықтан да біз 2 жаққа кеттік. бірақ енді біз білетін әрине түрлі ситуациялар болды осы студияда да, бірақ бір сондай қарым-қатынаста екеуіңіз екіге кетесіздер деп ойлаған жоқпыз. Мен былай ойлаймын да, негізі өздеріңіз де көрдіңіздер ғой, мен осы ара қатынас үшін, мысалға ата-анамның сөзін ермей, мысалға өзім 2-ші рет қадам басқан болатынмын. Мен одан, өзім 1 қадам жасасам, одан 10 қадам күткен болатынмын. Мені бағаламаған адаммен мен отбасы құра алмаймын. Сондықтан да 2 жаққа кетуді жөн көрдік. Негізі сөйлестіңіздер ма? Өзара отырып, осы не болды, бір сыйластықта кеткен жоқсыздар ма? Енді қалай? Ол Арыста болды ғой. Біз телефонмен сөйлестік. Мен ойымша, мүмкін енді айтылмаған сөздер бар шығар. Біз себебі кездесіп енді сөйлескен жоқпыз ғой. Мүмкін Алматыда болса, мүмкін тағы да мүмкіндік беріп сөйлесетін едік. Бірақ енді арада алыс жол болғандықтан мүлде сөйлеспей кеттік. И ол жақтан андай қадамдар болған жоқ, бәрі дұрыс болады деген сияқты. Мен осылай қабылдасан қабылда, қабылдамасан сол деген сияқты. Ондай сөзді айтуға дейінгі бір әрекеттер көптеген бір қатаң тәртіптер орнатып кеткен бедіңіздер арада қатынаста әлде. Бекер Айту керек деп ойлаймын. Сол ғой мәселе, сол үшін біз айырылысып кеттік. Мүмкін ол нәрсемен жұмыс жасайтын шығар деген ниетпен айтып жатырмын ол нәрсені. Жаман ойлап қалмасын деп емес. Сол мәселе шешілмегендіктен осылай болды. Сіз қатысушы болып келіп отырсыз. Бұл жаңа өмір бастау, жаңа ер азаматқа үміт беру, жаңа парақ, жаңа өмір. Сіздің жүрегіңізді ашып ол адаммен кездесу себебі сіз қатысушысыз. Яғни мен дайынмын жаңа қарым-қатынасқа деген сөзді білдіреді. Бірақ сіздің сөзіңізді тыңдасам, сіз тіпті Нұржанмен телефонмен қоштасқансыздар. Бірақ бәлкім Алматыда болсақ, бір-бірімізге кездесіп айтар әңгімеміз болатын беді дейсіз. Бұл жалпы аяқталған, нүктесі қойылған қарым-қатынас па? Бір менің күмәнім бар сияқты болып тұр, сізге енді қызық екен. Білмеймін, бәлкім Нұржан қарап отырған шығар қазір. Айтарыңыз болса, қазір айтып, нүктесін қойып, содан кейін жалғастыру керек. Әлі ренжіп жүрсіз бе? Осы маусымда жыламайын дегем. Тағы жыладым. Мен ойымша, мен өзім үшін ол тақырыпты жауып тастаған. Қыз бала болғансын андай реніш болады ғой. Ажырасудан кейін енді бірінші сондай ара қатынасым болған соң сеніп келдім ғой мен ол адамға. Негізі мен өзім солай ойлағам, 7 маусымға қол ұстасып бірге келетін шығармыз деп. Бір ойым мен шын өмір сәйкес келмегендіктен кішкене өкініш болып тұр да. Ойыңыздағыдай болмай қалған дүниеге сәл бір көңіл босап тұрған жайы бар деген секілді. Нұржанға айтар ештеңеңіз жоқ, жаңа бір кішігірім дұрыс емес әрекеттерін қойса деген секілді. Тек қана бақыт тілеймін, бақытты болсын. Осы жерге келіп жарын іздесе де мен қуанышты боламын. Ешқандай өкпем жоқ. Жақсы. Жаңа өмір бастайым дедіңіз, жаңағыдай өзіңіз айтқандай махаббатқа дайын дедіңіз. Талаптарыңыз болса, қандай жігіт
сізді көңіліңізден шығалады? Мөлдіремесе болды. Қыз құмар болмаса, барлығы Нұржандағы жаман қасиет болмаса. Менің ойымша, менде андай бір қатты қоятын талап жоқ. Бірақ ең бастысы адал болсын деп ойлаймын. Шынайы болсыншы. Ешқашан, мысалға, мен өзім осылай ойлаймын, егер де суып кететін жағдайда адам сол нәрсені айтқаны дұрыс. Сезімім суып кетті деп, андай өтірік алдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі сезім деген ол ойыншық емес. Мен өте нәзік болғандықтан мен жүрегімді жаралағанын қаламаймын. Шынайы болған адамды мен қалай бармын, солай барып, осылай қабылда деген адамды қабылдай алмадыңыз ғой. Болашақта шынайы адамды да бәлкім қабылдай аламын деген қорқыныш жоқ па? Егер де ол шынайы болса, ең басында айту керек еді. Оның ең басында сөзі болды ғой, адам жақсы көрсе өзгереді деп. Бірақ уақыт өте келе, мүмкін мен ойлаймын, менің қатем шығар, мен өз махаббатымды қатты көрсетіп қойдым ба деп ойлаймын. Мені қалай бар, солай қабылда деген сияқты. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, қыздармен сөйлеседі деген секілді. Оны сіз қайдан байқадыңыз? Біз бірге отырдық. Сол кезде, негізі мен телефон қарамаймын, ақтармаймын да. Бірақ Инстаграм желісінде осылай бір сторис қарап отырдық. Сол кезде шығып қалды. Екеуміз отырып сол переписканы оқыдық. Сол баяғы мөлтіретпедік па деген сөзден басталды. Солай. Нұржан өзі жазған ба? Өзі жазған ол қызға. Қыз сол жақтағы қыз. Арыстағы. Мүмкін ойладым, мүмкін ара қашықтық болған соң, оған ол жақта, сол жақта қыз табу оңай болған шығар деп ойлаймын. Енді білмеймін, мен бірақ бір есімде әйтеуір Арыстан арнайы сіз үшін Алматыға келе жатырмын деген бір Инстаграмнан ба бір жерден көрдім. Ол сол уақыт емес па? Сол уақытта ол келді. Біз көрістік. Сол кезде де ұрсып қалған болатынбыз. Ол кешірім сұрады, біз татуласқандай болдық, бірақ жүрегім бір нәрсе сезіп тұрғандай болды. Бір басқа адам сияқты, басқаша өзгерістер болды, суып кеткен сияқты болды. Сол кезде отырып, осындай переписка шықты. Бірақ енді